Аман есенсіздер ме, қадірменді көрермендер. Халық арнасында рухани жаңғыру сұраныс бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз оқушы тәрбиесі болашақ кепілі деп аталады. Міне осы мәселе әрбір отбасын ерекше толғандырады ғой деген пікірмен өмірін мынау балаларды тәрбиелеу жұмысына арнап отырған екі мектеп директорын біз студияға шақырып отырмыз. Оның біріншісі Қасымжанова Алмагүл Қасымжанқызы, Алматы облысы Алатау ауданы Көктұма ауылының орта мектебінің директоры. Келесі қонағымыз Жиенбаев Ерулан Әсемтайұлы Махатма Ганди атындағы Алматы қаласының 92-ші мамандандырылған мектеп лицейінің директоры. Енді директорды біз мүдір деп жүрміз ғой, мүдірі. Ал енді қадірменді көрермендер, жүргізушімен саяси ғылымдардың докторы профессор Сайын Молдағалиұлы. Жалпы қоғамның рухани жаңғыруының тірегі ол тәрбие, ол мектеп. Себебі Қазақстанның мектептерінде қазір 2,8 миллион оқушы оқып жатыр екен. Бұл дегеніміз Қазақстан халқының 15%-нан артығы. 5.000-нан артық орта мектеп бар екен. Нақтылап айтсақ 5.400-дей орта мектеп бар. Олардың саны жыл сайын өсе түсуде. Әр отбасының өмірі, болашағы мектепке байланысты. Себебі үкілеп өсіріп отырған ұлдары мен қыздары бірінші мектепте тәрбие алады. Білім бұлағына сусындайды. Одан кейін барып үлкен өмірге аттанады. Сондықтан қазіргі мектеп мәселесіне қандай, мектептегі тәрбие жұмысы қандай, мектептің ата-аналармен байланысы қандай, мектептің жалпы проблемалары қандай, оқушылардың жағдайы қандай, оқушыларды тәрбиелеудегі мәселелер мен қиындықтар қандай деген мәселені біз күн тәртібіне қойып отырмыз. Қадірменді көрермендер, сіздердің әрқайсыларыңызға бұл мәселе қызық қой деп ойлаймын. Себебі нарықтық қатынастардың келуіне байланысты қоғамдағы тәрбие жұмысы, әсіресе мектептегі тәрбие жұмысы күрделене түскен жоқ па? Иә. Міне, ал енді осы мәселелердің барлығын біз күн тәртібіне қойып отырмыз. Бүгінгі телехабарымызда қазіргі тәрбие жұмысының мақсаттары мен міндеттері қандай? Алмагүл ханым, сөзді сізден бастасақ. Енді қазіргі мектепте қандай тәрбие жұмыстарының мақсаттары деп сұрақ қойып отырсыз. Әрине, мектептегі тәрбие жұмысы бұл білімменен тәрбие егіздеген халқымыз. Бұл тәрбиесіз берген білім, ол ештеңкеге өзі тұрмайды деп ойлаймын. Себебі біз мектепте тек қана таза білім беруші емес, біз ұстаздар қауымы ең бірінші тәрбие беруіміз керек деп. Тәрбие тек мектептен ғана емес, ол анау балабақшадан басталуы шарт деп ойлаймын. Кейінгі кезде мына интернет желісінде басқа жерлерден де көп оқып мен көріп зерделеп жүрмін. Мына жапон халқының білім беру жүйесін. Жапон халқының білім беру жүйесінде мектепке оқушылар бірінші сыныпқа келгенде 6 айдай көлемінде жарты оқу жылында оларға бірден білім беріп кетпейді екен. Олар ең бірінші тәрбиеден бастайды екен. Ол бала отбасында тәрбиеленіп мектепке алғаш мектеп табалдырығын аттағаннан кейін ол жерде қоғамға түсті ғой. Басқа балалармен қарым-қатынасқа түсті, ұстаздармен қарым-қатынасқа түсті. Сондықтан да ол сол жерде басқа адамдармен қалай араласу керек екен. Өзінің қасындағы өзімен жасты балалармен қалай үйреніп кету керек бірге. Еңбек тәрбиесі бар бұл жерде, адамгершілік тәрбиесі бар. Бала өзін сол жерде еркін ұстауға үйрете бастайды екен. Ол 6 ай өткеннен кейін барып қана балаға білім беріп, жаңағы әріптерін үйретіп, әртүрлі математикалық жаттығуларын бастайды екен. Осы жүйе меніңше өте дұрыс деп ойлаймын. Ең бірінші, ал бізде қалай? Бірінші келгенде әрине мектеп табалдырығына біз А деген әріптен бастап математикалық жаңағы есептерімізді үйретіп, я болмаса білімнің теориялық негізін бастап кетеміз. Ал олай емес, мен ойымша ең бірінші жаңағы тәрбиеден бастаған жөн деп ойлаймын. Жақсы. Сіз қандай пікірдесіз, Ерулан мырза? Дұрыс айтасыз. Жалпы мынау тәрбие мәселесін бір ғана хабардың аясында айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ сонда да мен өз ойымды айтатын болсам, осы ұстаздық жолға түскелі
менің зерттеп жүрген ең негізгі мәселем осы тәрбие болды. Тәрбиенің теориясы мен технологиясы осы мәселені қарадым. Осы жағынан біраз тоқталып өту керек сияқты деп ойлаймын. Себебі мына оқытудың әдіс тәсілдерінің толып жатқан алуан түрлері, оның жаңағы өлшемдері, жаңағы критерийлер бәрі жасалған. Ал тәрбиенің мына ғылыми деңгейдегі тіпті теориялық негізі әлі аяғына айтып қалыптасып бітпеген. Міне біріншіден үлкен қиыншылық мына осы жерден туындайды. Тіпті мына педагог ғалымдардың арасында тіпті сауал бар, тәрбиені, педагогиканы, тіпті педагогика ғылымы деп айтамыз, педагогиканың өзін ғылым деп есептеуге бола ма, жоқ, болмай ма? Ол әлгі өнер саласы ма деген сияқты. Шын мәнісінде педагогика ол ғылым. Ал кез келген фундаментальный ғылымның негізі болады, теориялық негізі болады. Сол теориялық негізіне сүйеніп әдіс тәсілдер құралады да, іс жүзінде сол іске асады. Міне біздегі қазір үлкен, бұл тек біздің мемлекеттегі емес, ол жалпы әлемдік деңгейдегі менің пікірімше тәрбиенің нақты әлі теориясы жоқ, жасалынбаған. Бірақ енді ол жоқ деп қарап отырмаймыз. Жаңа өзіңіз мысал келтіріп отырсыз, мысалға жапон мектептерін. Ол жапон мектептер деген сөз, ол жапон халқының жалпы тұрмыс тіршілігі, философиясы, өздерінің жалпы сана сезімдеріне байланысты. Сол сияқты егер біз өзіміздің қазақтың ұлттық дүниетанымына қарайтын болсақ, өзіміздің салт дәстүр ғұрпымызды қарайтын болсақ, біздің ата-бабаларымыз әуел бастан, о баста тәрбиенің, былайша айтқан кезде, әлемде теңдесі жоқ жүйесін жасалып қойған бар. Ол бізде бар. Бірақ өкінішке орай біз одан шет қалып отырмыз. Мынау кеңес одағы кезінде біз толық мына евроцентристік көзқарастарға көштік те, батыстың және орыс педагогикасын толық қабылдап алдық та, өзіміздің ұлттық неміздің бәрін сыртқа теуіп тастадық қой, өкінішке орай. Совет заманында ол Құдайға шүкір еді. Енді қазір мынау соңғы кезде мына Кембридж деп, мына батыс деп, мына жаһандану заманы кезінде біз одан тіпті алыстап бара жатырмыз. Ұлттық тәрбиені деңізші. Сондықтан негізі екі жақты мәселе да бұл. Жаңағы ғалымдардың алдындағы мақсат сол теорияны, сол біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан салт дәстүр, ұлттық тәрбиемен ұштастырып іздестіру керек та, сонымен келіп үйлестіріп қазіргі білім жүйесіне осы нәрсені жүйелі түрде енгізу керек. Бізде қазір мысалға тәрбие жоқ деп айтуға болмайды. Ол тәрбие жұмысы бар, мысалға тәрбие орынбасары бар, тәрбиенің кәдімгі өзінің есептері, жоспарлары құрылады. Бірақ айналып келгенде мәселенің бәрі неге негізделеді? Одан кейін оны атқарып отқан адам қандай? Көп тәрбие жұмысы мектептерде тек есеп берумен шектеледі. Қағазың қанттай болып жақып тұрса, бітті, тәрбиең жүріп жатыр. Ал шын мәнісінде ана бала қалай дамып бірінші сыныптан бастап, әрбір сыныпта қандай дағдылар бойына қалыптастырып келе жатыр, дүниетанымы қалай дамып келе жатыр, жаңа өзіңіз айтпақшы, қарым-қатынас қалай деңгейде өріп келе жатыр. Бұның барлығы ол өте күрделі жұмыс. Бұның барлығы әрбір ұстаздың, мұғалімнің ұятына қарай жүргізіліп жатыр. Ал енді мен өзім ойлаймын, сіздер өте жақсы әңгіме бастадыңыздар. Бір талап бар шығар әрбір оқушыға осы бала тәрбиелі бала. Шын мәніндегі бұл жасанды емес. Шын мәнінде бұл тәрбиелі бала дегенде қандай критерийлер бар қазір мектепте? Осы қандай бір тәрбиелі оқушы? Осы бала дұрыс болашағынан үлкен үміт күтеді. Шын мәнінде сондай бала болашағынан үлкен үміт күткізіп, шын мәнінде болашақта өзін жаңағы сіз ұстаздың үмітін, ата-анасының үмітін ақтайтын балалар. Қандай бала тәрбиелі бала? Қалай ойлайсыздар? Енді біз мектеп бітіргенде тұлғаны моделі деген бар, бізде мектепте сондай үлкен бір мынау мектеп бітірді, сол мектеп бітіруші тұлға қандай болу керек деген мәселе көтеріледі жиі. Ол мектеп бітірген тұлға әрине енді қазіргі кезде біз айтып жатырмыз, ең бірінші ол патриот болу керек. Ода отансүйгіштік, жаңағы сезім басым болу керек. Өз отанын, өз жерін сүйген бала ол отбасында да өте жақсы тұлға болады деп ойлаймыз. Сонымен қатар екінші, қазір мынау өмірге бейімделген
ертең мектепті бітіргеннен кейін кез келген жағдаяттан шыға алатын оқушы болу керек. Оның өзінің алған білімін, тәрбиесін тек қана ол жеке бір жүретін жағдай емес, мектепте алған білім мен тәрбиесін ертең кез келген жерде көрсете алу керек. Өзінің үлгілі оқушы екен, өнегелі жақсы тәрбие алған. Сонымен қатар салауатты болу керек деген, жаңа салауатты өмір салтын ұстау керек деген бізде де жаңа тұлғаның бір несіне кіреді, бағытына. Сонымен қатар арақ ішпеу керек, темекі тартпау керек, салауатты спортты сүйетін, нашақорлыққа мүлдем жоламау керек. Үлкен тәрбиенің оның бағыттары бар. Біз сондай үлкен шаралар жоспарлап, оны 11 жыл бойы жүзеге асырамыз бала тәрбиелеуде. Ал енді менің өзім үлкен жаңағы ұстаз ретінде көп тәжірибем бар, тәрбиеші мұғалім ретінде айтқым келеді. Ең бірінші, бала намысты болу керек деп ойлаймын. Отансүйгіш бала егер намысты болса, ол балада ар ұят бір болатын болса, ол кез келген жерде бала тәрбиелі болады. Және өте жауапты болу керек деп ойлаймын. Қазір балаларда енді көріп жатамыз ғой, жауапкершілік жоқ. Айтылған сөздерінде тұрмайды, кешігушілік болады кей кездерде. Соның өзі үлкен жауапкершілікке жатады деп ойлаймын. Сондықтан жауапты қылып тұлға тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді қазіргі білім саласындағы тәрбиелікке, жалпы өзіңіз айтпақшы, оқушының моделі деген кезде ең бірінші ол енді мемлекеттік бағдарлама ретінде бізде қабылданған, ол функционалдық сауаттылық, яғни мектепте алынған академиялық білімді ол іс жүзінде қолдана білу керек. Осы негізгі критерий. Одан кейін әлеуметтену, яғни әлеуметтік ортада өзі бейімделіп, өзі менмендеген кезде, яғни өзінің орнын таба алатын, қарым-қатынасқа жасай алатын тұлға қалыптастыру талап бойынша. Ал енді жаңа өте дұрыс айтып отырсыз, ал жаңағы ұлт намысты болу керек, ұятты болу керек, адамгершілікті болу керек деген, оның бәрін біз өзіміз білеміз іштей. Бірақ енді осының механизмі жоқ, мысалға. Оны жаңа айтып отырмын ғой, оны тұлғаға байланысты. Мысалға, бір мектепте бір мұғалім бар, өте сондай тұлға, барлық оқушылар оны сыйлайды, сол үлгі бола алады. Сондай деңгеймен ғана біз тәрбиеленіп жатырмыз да. Ал шын мәнісінде жүйелі түрде, жаңағы өзіңіз айтпақшы, жауапкершілікті өте жоғары тұтынатын, жаңағы намысты, ұятты, ожданды болатындай қылып тәрбиелеу, ол өте қиын. Ондай қазір жүйе жоқ бізде. Мысалы, шын мәнінде біздің енді Ыбырай Алтынсарин бар, Шәкәрім бар, Абай бар. Мысалы, Шәкәрімнің ар ілімі деген концепция бар. Осы тікелей біздің мынау ұлттық құндылықтарымыздың барлығын синтезделген дүниелер бар ғой. Одан кейін біздің мынау Қартбай Бержанов деген кезінде үлкен педагогымыз болды. Басқа да педагог ғалымдар Қазақстаннан шыққан. Осылардың барлығына ұлттық тәрбиені күн тәртібіне қойып, шын мәнінде ұлттық тәрбие арқылы біздің қазақтың балаларын, енді орыс мектептерін айтпай қояйық, орыс мектептері қанша айтқанмен олар енді орыс құндылықтарына беріледі ғой. Бірақ та Құдайға шүкір, қазір Қазақстандағы мектептердің 80%-на жуығы қазақ мектептері, 20%-дай қалды орыс мектептер. Болашақта орыс мектептері 5%, тіптен алыс перспективада орыс мектептері ағылшын мектептері сияқты санаулы қалуы ықтимал. Ал енді осындай жағдайда біз өзіміздің ұлттық тәрбиемізді қалыптастырып, ұлттық тәрбиемізді сол мектептерге енгізіп, жаңағы жапондардың моделі сияқты қазақи, сіз айттыңыз ғой, ең бір тамаша дүниені жасай білген біздің. Соны неге біз ұлттық тәрбие ретінде мектепке енгізбейміз? Өте дұрыс айтасыз. Мына егеменді Қазақстанда кезінде сол Абай атындағы ұлттық университетінің ректоры Пірәлиев Серік Жайлауның үлкен мақаласы шыққан болатын. Сонда ұлттық тәрбие кафедрасы ашылды деп. Мен соны оқи салып, қуанып ертесіне іздеп бардым сол кафедраға. Сөйтіп барып, міне осы жаңа сіз айтып тұрған дүниелерді қазір біз жасауымыз керек мектептерге деген кезде, бірақ өкінішке орай ол кезде ол кафедра мектептерге емес, жоғары оқу орындарымен жұмыс жасаймыз деп жауап қатты. Енді міне сондай
ұлттық университетіміз бар, ұлттық жаңағы кафедрамыз бар. Міне соларға енді нағыз солардың жасайтын жұмысы. Біз мектептер дайынбыз оған. Дайын модельдерді алып келіп енгізсе, құба-құп ол қазіргі уақыттың нағыз күтіп тұрған, қажет етіп тұрған дүние міне осы. Әрбір мектеп ұжымы тәжірибе алаңына енді айналуға мүмкіндігі бар деңізші еді. Мәселе соның дұрыс модельдерін жасай білуде. Қажет ол уақыт өтіп бара жатыр қазір мысалға. Бізде былай болды ғой, тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары осы педагогикада халықтық педагогика деген ұғым пайда болды да, бір сондай бір керемет бір тенденция қалыптасты. Мен халықтық педагогикамен жұмыс жасаймын, мен халықтық педагогика негізінде тәрбиелеп жатырмын деп. Біраз жылдар жұмыс жасадық та, онан кейін бұл қалып қалған секілді болды халықтық педагогика. Енді міне көтердікті сол қазір кітаптар шыға бастады, жақсы анықтамалар шыға бастады. Қалып қойған сияқты болып тұр. Енді елбасының биылғы рухани жаңғыру мынау бағдарламасынан кейін мен ойлаймын, ұлттық тәрбие, ұлттық құндылықтар жақсы мектептерде жұмыс атқарады деп. Себебі биылғы жылдың өзінде білім және тәрбие кіші бағдарламасы бойынша біз әртүрлі іс-шараларды жоспарлап, мысалы біздің сол Алакөл ауданында атамекен этнографиялық үлкен бағдарлама аясында үлкен іс-шаралар өтті. Онда ол осы бағдарламаның өзі 5 кезеңнен құрылды. Оған оқушылар арасында әрине ол жерде мына біздің ұлттық аспап, домбырада ән айту, күй шерту, орындау, үлкен тарихи тұлғалардың өмірінен сахналық қойылымдар көрсету, біздің қазақ халқының ұмыт болып бара жатқан әртүрлі салт дәстүрлері бар емес пе? Сол салт дәстүрлеріне сахналық қойылымдар көрсету, мақал айтысы мысалы, сол сияқты жақсы әртүрлі кезеңдерден тұрып ұйымдастырылды. Бүкіл аудан мектептері қатысып, мысалы менің мектебім сол жерде үлкен жақсы 2-ші жүлделі орынға ие болды. Сонда қарап тұрсақ, жалпы мен айтайын дегенім, мына ауыл мектебі болса да домбырада ойнап күй тартатын, дәстүрлі ән айтатын балалар өте аз болып барады, тіптен жоқ деп те айтуға болады. Ал кейбір дәстүрлеріміз жоғалып бара жатыр екен. Соның бәрін әрине балаларға жаңағы үйрету үлкен біздің мақсатымыз болып табылады деп ойлаймын. Жаңағы жұмыстың барлығы тарихи сананы қалыптастырады ғой. Тарихи сананы қалыптастырады, саяси сананы қалыптастырады. Біздің өзіміздің ұлттың бір өкілі екенімізді сездіреді, Мысалы біздің Алматы қаласындағы мектептер, қазақ мектептері әсіресе қазір сол ұлттық тәрбиені, жаңа өзіңіз айтпақшы, салт дәстүрлерді жаңғыртып, іс-шаралар өткізу, жаңағы ұлттық ансамбльдер құру, кештер ұйымдастыру, ол өте жақсы бізде жолға қойылған. Бірақ айналып келгенде мына жағынан қарау керек та, ол біз жаңа ұлттық тәрбиені біз тек қана іс-шаралар ретінде, бір кештер, бір сондай ретінде ғана қараймыз да, ал тәрбие деген сөз ол күнделікті, ол оқушы мектепке келгеннен бастап әрбір сабақта кешке кеткенге дейін жүрген аралығының бәрінде жүретін ол жұмыс. Мен жаңа айтып отырған дүнием, оны біз қазақтың ұлттық салт дәстүрін жаңа дәріптеп, оны тек көрсететін бір көрме сияқты ғана емес, оны етене өмірмен күнделікті араластыратын жүйе жасауымыз керек. Екінші мәселе, қазір жақындану заманы болғаннан кейін біз одан қаша алмаймыз, одан кете алмаймыз. Ол біз әлемге араласуымыз керек. Әлемге біз қалай үлгі боламыз? Біз батыстың, сырттың жағымсыз адамгершіліктен тыс қабілеттер, қасиеттерін сіңірмеу үшін біз өзіміздің осына салт дәстүрлерімізді, яғни құндылықтарымызды сіңіруіміз керек. Яғни сол кезде жаңағы батыстың жаңағы айтамыз ғой, кереғар әдеттер, ғұрыптар сонда бойына сіңбейді. Оны біз әрбір сабақта соны енгізіп отыруымыз керек. Мектепке бір тағы бір қауіп бар. Осы мына діни радикалистік ағымдар, ваххабистік, салафиттік ағымдар, бұлар енді қарасаңыздар, бұлар мұсылмандар, өзіміздің ағайындар, барлығымыз үлкен мына мұсылман уммасының мүшесіміз. Осылай бола тұра, бұлардың барлығы шын мәнінде келген кезде біздің балалар теріс жолға бағыттайды. Бір агрессияға, басқа ұлттарға деген қарсылыққа, этносаралық келісімді бұзуға, қоғамдық
саяси тұрақтылықты бұзуға бағыттайды. Осындай мәселелерге байланысты мектептерде тәрбие жұмысы жүре ме, қалай ойлайсыз олар? Ол проблема бар. Ол өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылдан бері балаларға ықпалы бар ма осы діни радикалистік көзқарастар? Бар. Республика бойынша ол үлкен мәселе ғой. Ол себебі қарапайым мектептің формасының өзі, орамал тағу, тақпау мәселесінің өзі қаншама дамайға айналып келіп отыр. Енді ол өте қауіпті. Неге? Себебі ол діни тәрбиеленген оқушы, яғни шариғаттың, яғни мынаны үйтуге болады, мынаны үйтуге болмайды, былай үйтсе болады, мынау үйтсе болмайды деген сияқты шектеумен өмір сүреді. Ал оның ойлау көкжиегі, яғни еркін ойлау қабілеті қалыптаспайды. Мына егер Құранның өзін алып қарайтын болсақ, мысалға жартысына жуығы, яғни ақылға сал, ойлан, яғни ақылмен шешу керек деген дүние. Ал қатып қалған дүние емес. Яғни біз мына қазір біріншіден зайырлы демократиялық қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз бір жақты жаңағы дінмен кету, ол зайырлы мемлекет болғаннан кейін ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Қажет емес. Сіздің мектептеріңізде сол орамал тағып, орамал тастамайтын қыз балалар бар ма? Жоқ, ондай біздің мектепте бұл мәселеге байланысты енді орамал, хиджаб киетін оқушылар жоқ. Бірақ та мен дегенмен ойлаймын, осы біз зайырлы мемлекет болғаннан кейін дін мен мектеп мүлдем екі бөлек. Балалар енді иманды болсын деп ойлаймыз, иманды болсын. Біз өзіміз анау атеизм заманда тәрбиелендік қой. Бірақ солай бола тұрса да, біз ішімізде бір Алланың барына әрине сенетінбіз. Біз имансыз болып кеткен жоқпыз. Тәрбиелі жақсы бір сол кездің адамдарды бір жақсы болып тәрбиеленді деп ойлаймын. Имандылықты ешқашан ұмытқан жоқпыз. Әрбір адам иманды. Бірақ та мен қазір көптеген осындай мәселелер, намаз оқу, жұма намазға бару, я болмаса мешітке бару балаларға жалпы қарсымын. Ол өзінің жасы келеді, өзі бала түсінеді, сол кезде баланың таңдауы болу керек деп ойлаймын бұл жолды. Ал қазір мектеп пен дін екі бөлек нәрсе. Иманды болсын балалар, жақсы болсын, ақ жүзді болсын, мейірімді болсын, бірақ енді қазіргі заманға сай білім алу керек деп ойлаймын. Ол балалардан бөлектеніп, мектеп формасын сақтамай, орамал тағып алу, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы біздің қыз балалар орамал тақпаған ғой, олардың басы ашық болған, тақия киюі мүмкін, шолпы салуы мүмкін. Бірақ та біздің қазақтың дәстүрі бойынша қыз балалар, тұрмысқа шыққан балалардың қыз балалар ол ешқандай орамал тағу міндетті болмаған. Имандылық ол орамал тағумен, сақал қоюмен, намаз қалтқысыз жұмаға барып тұру онымен шешілмейді ғой. Имандылық деген ең бірінші ол адамгершілік қасиет. Осыдан келеді. Мына бір пайғамбардың хадисі бар. Мен сол ойыма келеді да. Бір адам дейді, өмір бойы құлшылықпен өткен. Бірде намазын қаза қылмаған, мысалға барлық 5 парызын түгел өткен адаммен сауабын алып қарайтын болса, енді бір ғалым қиналып үлкен еңбектеніп жатып, мысалға бір жаңалық ашты. Салыстырған кезде, мен дәл қазір ұмытып отырмын, бірақ сондағы жаңағы бүкіл ғұмырын құлшылыққа арнаған адамның артық сауап алады ғалым. Сонда құлшылықпен, нақты орындаумен, ғылыммен айналысу, білімге таным дамыту деген мен салыстырған ғой, екеуі үлкен екі бөлек нәрсе. Соқтан жаңағы дұрыс деп есептеймін. Орамал тағып, оған қатаң қадағалап, ол міндетті түрде ол атрибутты қолдану емес, адамгершілік қағидаларды, өтірік айтпау, ұрламау, сыйлау, қайтаға осы дағдыларды талап ететін болса, ертеңгі күні балиғат жасына толғаннан кейін өз жолын өзі таңдайды. Талаптар осы ғой. Өтірік айтпау, өсек айтпау, үлкенді сыйлау, әке шешесін сыйлау. Бұл қарасаңыз, енді зайырлы қоғамның көптеген талаптары, ол енді гуманитарлық, ортақ, жалпы адамзаттық талаптар. Ал енді осы нарықтық қарым-қатынастар келді. Сіз қала мектебіндесіз, сіз ауыл мектебіндесіз. Қарасаңыздар, ауылдарда байлар байлалы бола бастады. Қалада тіпті көп, тіпті миллионерлер жүр арамызда. Осы әлеуметтік поляризация, қоғамның әлеуметтік жіктелуі, әлеуметтік иерархия, осы
мектепке өзінің ықпалын тигізіп жатқан жоқ па тәрбие жұмысына? Әлде балалардың барлық өздерін бірдей сезіне ме? Әлде бір жүктелу, бөлектену бар ма? Қалай Ол ойлайсыздар? әрине бар, әрине көрінеді ол. Себебі оқушыларда, кішкентай балаларда психологиясы, мысалға, ананың телефоны мынандай, мынаның телефоны мынандай, яғни менің телефоным iPhone 7 неге менде жоқ деген нәрсенің өзі балаларға өте үлкен кедергі туғызады. Сондықтан бұл жағынан да біз үлкен жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, мектептің ортасы сол, бәрінде бірдей форма кисе, бәріне бірдей талап қойылса, міне сол кезде жаңағыдай талап, әкесі ондай екен, шешесі мұндай екен деген емес, ал талаптың бәрін бірдей қоятын болса, мектеп осы жерде осы проблеманы шешудің үлкен рөлін атқара алады. Ал қазір бірақ ол тенденция бар. Онымен біз мысалға жұмыс жасаймыз. Мен жуырда бір не оқыдым. Сонда Норвегия мектептерінде жалпы iPhone ұстауға, ұялы телефон ұстауға білім министрлігі рұқсат бермеді. Енді олар мектепке телефонсыз келеді. Келгенде мектептің ол жерде әр оқушының шкафы бар, шкафтың ішіне ұялы телефондарын тастайды да, одан кейін бір мектепке береді. Ал енді ол алып кірсе, онда мектептің тәртібін бұзған болып есептеледі. Мүмкін бізге де соған келу керек шығар. Әрине, ол дұрыс, бізде оған арнайы нұсқаулық бар, оны ішінде асыруға болады. Бірақ енді жаңағы нақты заң болмағаннан кейін, нақты талап болмағаннан кейін, ондай келеңсіз жағдайлар болып жатады. Екінші жағынан мектептің материалдық техникалық базасы. Қазір енді жаңағы iPhone-ды цифрландыру, яғни электронды оқыту жағына алып келген кезде, екінші жағынан ол пайдалы жағы бар. Интернетке, ақпарат көзіне, қарым-қатынас байланыс құралы ретінде. Яғни материалдық база жағынан осы егер дұрыс жұмыс шешілетін болса, онда iPhone-ның да ешқандай қымбат телефонның қажеті болмайды. Ал енді ауылда қандай жағдай? Енді ауыл айтып жатыр ғой, енді қала мектептерінде ондай тенденция бар деп. Енді ауылды жерлерде қатты байқалмайды. Менің әзірше байқалмайды. Мен өзім ауылымда енді мектеп формасын барлық оқушылар сақтайды, бөлек киініп келу, қымбаттық телефондар енді ұстайтын оқушылар кездеседі әрине. Бірақ та біз шектеу қоямыз. Ол мектепке бар болса үйде қолдан. Мектепке кейбір сабақтарға қажет болады. Ол кездерде әкеліп қолданылады. Әрине интернет желісі бар, барлығы жақсы жолға қойылған. Ал енді бізде ауылда өйтіп бай, кедей деп әлеуметтік жағы қатты әсер етіп жатқан жоқ әзірше деп ойлаймын. Ал енді сөз жоқ. Мектепте бір мінезі қиын, бұзақы балалар болады. Ол енді бір бұзақы болайын деп істемейді, бірақ та сол енді сотқар балалар жүгіріп, оның үшін қыз балалар да бар, ұл балалар да бар. Енді ол өз табиғатынан солай, олар сангвиник. Холерик. Жүгіріп келеді деген бүлдіріп кетеді, немесе ол біреудің несін шашынан жұлғаса ол бала қыз баланың жүре алмайды, оны жылатып тастау керек, міндетті түрде сондай балалар болады. Ал енді кейін тіпті жоғарғы кластарда ол бұзықтыққа барып бір қатты бір жаман мінездер көрсететін балалар болады. Мұғалімдерге қарсы шығатын, осындай ауытқитын девианттық мінез құлқы бар балалармен жұмыс істеу қалай? Ауылда қалай, қалада қалай? Енді мен айтып өтсем, ауыл мектептерінде әрине ол ауыл қала деп бөлуге бұл жерде болмайтын сияқты. Қандай мектеп болсын, қай сынып болсын, ондай балалар кездеседі. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, холерик, сангвиник деп ол балалардың мінез құлқына да байланысты. Бағана көтеріп кеткен мәселеміз отбасы деп жатырмыз. Отбасына өте бірінші байланысты бұл мәселе. Отбасында үлгі-өнеге көрмеген, теріс қылықтар көрген бала мектепке келіп әрине соны жасайды. Сонымен қатар бізде сәтсіз жанұя отбасы деген балалар кездеседі. Сонда үйінде сәтсіздікті көріп, ұрыс керіс жаңағы жағдайларды көрген бала, ол мектепке келіп бала ғой, әйтеу жаңағы бір шығару керек бір жерден. Сондай қылықтар жасайтын девиантты мінезді балалар кездесіп жатады.
Енді тағы да мен бұл жерде ойлаймын, бұндай балалар, мінез құлық тәртіп бұзуға жақын тұратын балалар, ол міндетті түрде өзі біліне бастайды. Анау төменгі сыныптан егер мұғалім, сынып жетекші жақсы психолог болатын болса, ондай балалар бірден анықтауға болады. Ол сабақ жалықтырып жібереді оларға. Оларға әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану керек сабақта. Ол әйтеуір бір сылтаулар айтып, көп кикілжіңге кіре бастайды қасындағы достарымен. Ертең ол баланы сол кезеңде дамуында баланы бірден қолға алып, мектеп психологы бар, ұстаздар қауым болып тәрбиелеп жібермесе, ол жоғарғы сыныптарға барғанда жаңа бұзық бала болып шыға келуі ықтимал деп ойлаймын. Сізде қалай? Мен жаңа айтып отырсыз ғой, бұзық балалар, сотқар балалар. Мен егер өз көзқарасым, мен ондай балалардан қорықпаймын. Қайтаға керісінше, ондай балалар болса, мен қуанамын. Неге? Ондай балаларды тәрбиелеп алып дұрыс жолға салуға болады. Сондай ондай балалар неліктен туады? Оның себебі ішкі энергиясы бар, оның дұрыс жолға салынбай, ол өзін өзі таба алмай, өзінің қызығушылығын өзі қанағаттандыра алмай жүрген оқушылар. Соқтан ондай оқушыларды тезге салып алып, дұрыс жұмыс беріп, бағыт берсе, ол біраз сотқарлығы анау-мынау болғанмен, ол түбінде одан ел басқаратын, кәдімгі үлкен ерлік жасайтын азаматтар сондай балалардан шығады негізінде. Мен керісінше қазір сондай тенденцияны байқап келе жатырмын мен. Ол балалардың бойында ол ер адамның қасиеті кемшін. Керісінше қыз балаларға қарай ұмтылып бара жатқан. Мысалға көбінесе айнаға көп қарап, мысалы шашын түзеп, осындай балалардың қазір көп қалыптасып келе жатқан тенденциясы бар. Мен керісінше осылардан қорқамын. Ертеңгі күні, яғни бұндай балалардан ертеңгі күні отан қорғайтын азаматтар қаяқтан шығады, ерлік жасайтын адамдар, азаматтар қаяқтан шығады. Намысы, жігері, қайраты болса, оны жонып, тәрбиелеп, дұрыс жолға салуға болады. Егер мына жоқ нәрсені, оны қалай пайдаласын? Осы жағынан мен қорқамын. Бір өкінішті бір тенденция, сол мүмкін ауылда да бар шығар. Біздің қазір ұл балалар қыз балалар сияқты күледі, қыз балалар сияқты жүреді. Мүмкін кейбір педагогтар айтып жатыр, осы біздің мектептерде әйел мұғалімдердің басым көпшілігі. Қазір өзі 80%-дан артық жоғары 85%-ға жуық мұғалімдердің әйел адамдар. Осының барлығы мектептің психологиясына әсер етеді. Ұл балалардың дұрыс қалыптаспауына әсер етеді. Енді біз мектепте оқыған кезде мектептің енді бір 60% мұғалімдер ер мұғалімдер болатын. Еңбектен ер мұғалім берді, математикадан, дене шынықтырудан, олар салып жүруден тайқылмайтын. Мектеп директорлері ер адамдар болатын. Мектеп директорының басым көпшілігі ер адамдар болатын. Тәрбие жөніндегі орынбасар ер адам сайлайтын. Олар. Сонда мен енді қазір солардың біреуіне сол бір балалар кейін үлкен азамат болып жетістік қой. Сонда мені бір баяғыда бір мұғалім мені тартып жіберіп еді, желкемнен періп жіберіп еді деп бір ренішті естіген емеспін енді. Қазір өзімізді үлкен пенсиядағы жаста. Сіз өте тәрбиелі оқушы болғансыз ғой? Жоқ, тәрбиелі болдым деп айта алмаймын. Бірақ та соған бір өкпелеген баланы көрген жоқпын. Өкпелеген адамды көрген жоқпын. Ал енді қазір сол мен өзім балалардың қылықтарының барлығы бір әйелдің сосын үлкен бір проблема ғой деймін осы. Сондықтан неғұрлым педагогикалық университеттерге, жалпы мектептерге ер адамдардың көптеп келуі осы бір тенденцияны өзгертетін үрдіс болатын сияқты. Сіздің ойыңызбен мен толық қосыламын. Өйткені жаңа әйел мінезді, қыз мінезді ер азаматтар көбейіп бара жатыр деп айтып жатыр ғой әріптесімде. Бұл мектепте әрине басшы әйел адам. Оқу жөніндегі, тәрбие жөніндегі орынбасардың бәрі әйел адамдар. Мұғалімдердің 80-90% қазір әйел адамдар. Ер мұғалімдер енді біздің ұжымның өзінде 5-6-ақ. Мысалы, ол 1-2 дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, анау алғашқы әскери даярлық пәнінің жетекшісі, еңбек пәні және музыка пәнінің, қалғанын бәрі әйел адамдар. Енді үйде, мектепте әйел адамдар тәрбиелесе, ол ұлдарды болашақ ер азаматтар ғой. Үйде аналары тәрбиелейді. Қазір ана тәрбиесі өте басым. Ер адамдар тек қана ақша табушы, енді кешіріңіздер, ақша табушы ретінде рөл атқарып жатыр. Баланың толық келісетін шығарсыздар 100% тәрбиесімен аналары шұғылданады. Өйткені менің көретінім, ата-аналар жиналысын шақырсақ,
Мысалы мектепте 200-ден астам ата-ана болса, соның ішінен 3-4 ер адам әкелері ғана келеді, алысқа болсын, не өткізсең де қандай іс-шаралар. Түге келетін әйел адамдар. Енді уақыт өзі көрсетіп отыр ғой. Яғни ұлттық бірыңғай тестті 10 жылдан астам, бір 12 жылдай ол өзін өмірде көрсетті, қаншалықты пайдалы екен, қаншалықты оның бәрін теріске шығарудың болмайды. Оның жақсы жақтары да бар. Айналып келгенде, түптің-түбінде келген кезде ол, яғни міне 2-ші жыл болды, ұлттық бірыңғай тест мектептегі соңғы қорытынды емтиханнан бөлініп, қазір яғни шешімін ашық тұрған дүние болып тұр. Енді болашақта, мен ойлаймын, ол өзінен өзі солай келе жатыр. Ұлттық бірыңғай тесттің мүмкіншілігі, яғни жоғары оқу орындарына түсу мүмкіншілігі сол бұрынғыдай жоғары оқу орындарының өзіне беріледі. Ал қорытынды емтихан біздің мектепте, ол мектепте қала береді. Себебі ұлттық тест ол мемлекеттік жағынан мектептерді қадағалауды, оның рейтингісін жасауды, грантты бөлу жақсы механизм, ал бірақ енді нағыз білімді дұрыс беру, қалыптастыру, әсіресе тек жаттанды білім емес, яғни практика жүзінде білімді қолдана алу жағына келген кезде ол өзін дұрыс емес жағынан көрсетеді. Мен де әріптесімен қосылам, әрине бұл тест енді оның жақсы жақтары да болды. Жақсы жақтары ең бірінші ол оқушының алдында үлкен жауапкершілік міндеттеді. Ата-ана да оған, мұғалім жағынан, екі жағынан біз оқушыға қысым көрсеттік қой. Міне сен ұлттық бірыңғай тестілеуден төменгі ұпай балл жинасаң, олай да бұлай болады деген сияқылды. Мектеп әкімшілігіне, мектеп ұстаздар қауымының бәріне үлкен тексеруде болды. Үлкен рейтинг шығарылып отырды мектептердің осы ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысында. Бір үлкен күш жауапкершілік сезіндік. Ал енді кері жағы мұның, мен ойлаймын, ұлттық бірыңғай тестілеуде балалардың ең бірінші қазір кіргізілген оқу сауаттылығы дейміз ғой, сол мүлдем жоқ болып қалды. Тек жаңа әріптесім айтқандай жаттанды білім. Ол бүгін жаттап алып, ертең ұмытып қалса да, үлкен балл алу деген алдында мақсат тұрды. Ал енді ол мәтінмен жұмыс жасау, ол не қашан деген сұраққа, не деген сұраққа ғана жауап беретін болды. Ал қазір ол неге болай? Ол жағдай не үшін болды дегенді бала ойланған жоқ. Қалай болды? Ол соғыс, мысалы, дүниежүзілік соғыс не үшін болды? Оның зардабы қандай болды деген әңгіме өзінің пікірі баланың қалыптаспады. Ал қазір мына оқу сауаттылығы деген кірді соңғы 2 жылда қорытынды аттестаттауда. Өте жақсы, мен осыған жақсы жаңағы көзқарасым. Сіздерге мына білім саласының мамандары ретінде бір сұрақты міндетті түрде қойғым келіп отыр. Мына қалай ойлайсыздар осы мынау болашақта алдағы бір 5-6 жылдан кейін нақты уақыты белгісіз әлі химия, биология, математика, яғни фундаменталды физика пәндері ағылшынша оқыту күн тәртібіне қойылмақ. Ал енді математиканы қазақша оқып отырған бала енді қалай ағылшынша оқады? Мен соған өз басым мысалы қарсымын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы мәселе шешілу керек пе? Әлде химия, биология соның бәрін қазақша оқыған дұрыс па? Енді қазір әріптесімен қала мектебінде бұл жұмыс қалай басталды айтып өтетін шығар. Ауыл мектебінде әрине бізде кадр тапшылығы деген бар ғой. Ауылға әрине мықты мамандар бара бермейді. Сол жоғарғы оқу орындарын жақсы бітіргендер қалада жұмыс тауып, осы жақсы лицей, гимназия, үлкен мектептерде қала береді. Ауылда ең бірінші мәселеміз осы кадр. Әсіресе ағылшын тілі мамандары. Өзіңіз айтып отырған химия, биология, математика пәндерінің мұғалімі өте тапшы. Біз маманға келгенде қиналамыз. Қазақ тілінде беруге, иә. Ал енді ағылшын тілінде беретін? Енді ол өзі көрсететін шығар. Біздің дамуымызда жалпы ағылшын тілінде беру деп қазір мына мұғалімдерді курстан өткізіп жатыр ғой. Оны әрине жоғарғы оқу орнын бітіріп келген мұғалімдер, ағылшынды кішкене болсын бастапқы базалық деңгейі бар мұғалімдер осы курстарды алып кетіп жатыр. Енді міне болашақта бітіріп, біздің мектепте де 1-2 мұғалім оқып жатыр. Осы мектебімізде осы пәндерді ағылшынша оқытатын шығар. Ал енді жоғарғы оқу орындарын бітіріп келіп, ағылшын тілінде оқытып кетсе мамандар, ол әрине қуанамыз. Біз 3 тілділік деген жаңағы үлкен алдыға қазір бағдарламамыз бар ғой. Ана пәндерді ағылшын тілінде оқыту деген. Ал енді ол өзі әлі
дайын емес деп ойлаймын. Ауыл мектептері дайын емес. Біраз жыл керек сияқты болған. Ауыл мектебі түгіл, ол проблема қала мектептерінде де. Жаңа өзің айтпақшы, жаратылыстану пән мұғалімдерінің өзі, мысалы енді лицей, мамандандырған лицей болғандықтан, яғни мысалға мен мынандай тенденцияны көремін. Жылда, мысалы былтыр ағыр жылдары оқу бітіріп келген студенттерді, мысалы жұмысқа қабылдау үшін, кәдімгі элементарный 7-8-ші, ары кетіп 9-ші кластың есептерін беріп шығарып көрсең, шығара алмайды. Қиын. Яғни өзіңіз айтып отырсыз, бұл үлкен проблема. Ағылшын тілі былай тұрсын, қазақ тілінде жақсы маман табудың өзі қиын. Бірақ біз маман жоқ, ол проблема деп отыра беруге болмайды. Яғни біз алға үлкен мақсаттар қойғаннан кейін әлемдік бәсекелестікке шығу үшін, әлемдік білім кеңістігіне ену үшін ол ағылшын тілде меңгеру ол қажет. Оның енді шығу жолы қалай деген кезде, мысалға биыл бізде Алматы қаласында 28 мектеп арнайы экспериментальный мектеп деп статус беріліп, оларда осы жаратылыстану пәндері ағылшынша жүргізілуді жолға қойып, арнайы қадағалау, яғни тәжірибеден өткізіліп жатыр. Сондықтан жаппай бәрі бірден көшудің қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Мамандандырылған лицейлер бар, арнайы гимназиялар бар. Сол жерлерге арнайы күшті салып, тәжірибеден өткізіп, әбден електен өткеннен кейін ғана біртіндеп оны басқа мектептерге көшіруге болады. Мен енді ғалым ретінде өз басымның пікірін айтайын. Менің пікірімше барлық мектептерге міндетті түрде осы эксперименттерді жасап қажеті жоқ. Ол бүкіл біздің халық ағылшын тілінде сөйлеп, ағылшын тілінде қызмет ету міндетті емес. Шоферға ол, тракторшыға, немесе электрдәнекершіге ағылшын тілі қажет қанша? Сіз оны айтасыз, қазір өзіңіз айтпақшы, жаңа электрдәнекерші, элементарны жаңа электрик, кәдімгі сантехник, сондай мамандардың өздері қазір жоқ. Мамандар тапшы. Яғни барлығы де оқушылардың жоғары оқуын бітіріп, бұл инженер болу керек, басшы болу керек деген сөз емес. Біздің қазіргі нарығымызда қарау керек. Жұмысшы. Кәдімгі қатардағы мамандандырылған кәдімгі маман жұмысшылардың өзі тапшы. Міне осыған күш салу керек. Бірінші проблема ол тәрбие. Яғни дұрыс тәрбиеленсе, ол білім, ол алысқа қашпайды. Ал енді біздің дұрыс тәрбиеміз ол біздің қазақ тілімен келетін дүние. Сондықтан ол мәселе тілді меңгермеу, игере алу, игере алмау тұрғысынан емес, кәдімгі ұлт жанды, патриот, мына қазақтың халық дүниетанымын дұрыс меңгерген, негізі дұрыс қаланатын азамат қалыптастыру үшін бірінші ол бастауыш сыныпта міндетті түрде тек қана қазақша қалыптастыру керек, білім беру керек. Одан кейін барып қана өзінің ана тілін жақсы меңгерген, яғни ойлау жүйесі дұрыс қалыптасқан оқушы, ол ар жағында 2 тіл емес 3 тіл қанша тіл болса да меңгерте беруге болады, шамасы да келеді оған. Мен көзқарасым осылай. Енді әріптесінің пікіріне мен де қосыламын. Жалпы енді тілді үйрену жалпы, бірақ та менің өзімнің тіл маманы ретінде балалар ерте бастан тез меңгереді тілді. Сіз бірінші класстан бастағанға мен қосыламын. Балалар өйткені сол 6 жасқа мектепке 7 жасқа келгеннен бастап тілді тез меңгерген. Тіптен ауыл мектептерінің өзінен орыс тілін, ағылшын тілін ерте бастан меңгерсе, бала тез меңгеретін өз өмір көрсетіп отыр тәрбие. Бірақ та ол барлық балалар бірдей емес. Ол ана тілін жаза алмай, ұмытып, жаңа сөйлей алмаған бала, ол шет тілді де меңгере алмайды. Жаңа айтып отыр ғой әріптесім, ол тәрбиеге байланысты, баланың дамуына байланысты. Егер ол қазақ тілін жақсы білген бала, 2 тілде, орыс тілінде, шет тілінде жақсы меңгере алады. Ал бала өз қазақ тілін меңгере алмаса, ол 2 тілде меңгере алмайды. Тілдердің бәрі бірдей, былай жалпы айтқанда, оның грамматикалық тапсырмалары барлығы бірдей. Жақсы. Тамаша. Бұл жерде қазақ тілі мен қазақтың дүниетанымы екеуі бір ұғым деп қарастыру керек та. Яғни тіл, яғни ол тәрбиелеу деген сөз. Құралы деңізші. Қадірменді көрермендер, біздің студияға келген 2 мектеп директоры сіздерге әр отбасына қажетті ойларды, пікірлерді ортаға салды деген пікірдеміз. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Студияға анау
Көктім ауылынан ат арытып келген Алмагүл ханым, сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Мына қаладағы мектептердің директорларының корпусынан сізге Ерұлан мырза қатысып отыр. Сізге үлкен алғыс айтамыз. Шығармашылық табыс тілейміз сіздерге. Балаларыңыз тәрбиелі болып, үлкен биіктерден көріне берсін деген тілек айтқымыз келеді. Қадірменді көрермендер, сіздер рухани жаңғыру сұраныс бағдарламасын көрдіңіздер. Бүгінгі хабарымыз оқушылар тәрбиесі болашақтың кепілі деп аталады. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау сәлемет болыңыздар. Хабарды жүргізген мен, саяси ғылымдарының докторы профессор Сайын Молдағұлов.